Windows'ның операциялық жүйесі мәлімет іздеуде таптырмас көмекші. Рұқсатсыз суретке түсіру Android телефондары иелеріне бағынбай кетті. Смартфонның үшінші көзі Kickstarter алаңында кезекті жоба пайда болды. Бәріңе сәлем. Planet бағдарламасының кезекті шығарылымы жаңа технологиялар әлеміне тереңірек үңілуге мүмкіндік береді. Бүгінгі шығарылымды Microsoft'тың жомарттығы туралы ақпардан бастаймыз. Microsoft әуел-сәуелден берік компания ретінде қалыптасты. Сондықтан болар мұндағылар бағдарламаны тегін тарату не екенін білмейтін. Енді қосымшаларды оңды-солды тарататын Android секілді бәсекелестеріне төтеп беру үшін алпауыт бұл қадамға баруға мәжбүр. Өйткені осылай жалғаса беретін болса, аудиторияны жоғалтып алу қаупі тұр. Осыны ескерген Msoft жеңілдіктер жасайтын кез келді деп, Windows 8.1 OID Bing деген атауға ие жаңа операциялық жүйе жасап шығарды. Бұл шараның басты мақсаты бәсекелестеріне төтеп беріп, нарықтағы орнын сақтап қалу. Өте қарапайым тәсіл арқылы компания нәтижеге жетуді көздейді. Операциялық жүйенің бағасы төмендесе, құрастырушылар да өнімдерін арзанға саудалайтын болады. Бұл екі жаққа да тиімді. Аталған жүйе орнатылған құрылғы маусым айында шығарылады. Бірақ Microsoft өкілдері Internet Explorer'де Bing қызметі орнатылсын деген талап қойды. Түсіндіріп өтейік, бұл қолданушы осы іздеу жүйесіне байланады дегенді білдірмейді. Қажет болған жағдайда жүйені өзгерту қарастырылған. Қарапайым пайдаланушылар құрғол қалатынын айту керек. Алпауыт бөлшектеп сатудан бас тартты. Олар техника өндірушілерін көздеп отыр. Microsoft өкілдері мәлімдегендей, оларды тек корпоративті тұтынушылар қызықтырады. Қолда бар мәлімет бойынша жүйені десктоп пен планшеттерге орнатуға болады. Ол үшін құрылғы 1 гигабайт операциялық және 16 гигабайт тұрақты жадымен жабдықталуы тиіс. Ұмытқан қолданушы болса, естеріңізге сала кетейік. Мәселен, телефонға жүктелген әрбір қосымша күдік тудырмас үшін оны ресми интернет дүкендерден жүктеген жөн. Әрине, соңғылары тарапынан да ағаттық кетіп жатады. Алайда олар індет жұқтырушы бағдарламалардың көзін барынша жойып отыруға тырысады. Екіншіден, қосымша қаншалықты қорғалғанына назар аударған жөн. Егер жүктелген бағдарламаға көп мәлімет енгізу қажет болса, бірден ойланыңыз. Осыны негізге алған Android құрастырушылары Google операциялық жүйесінің кемшілігін тапты. Осының салдарынан қаскүнемдер қашықтықтан смартфонмен суретке түсіруге мүмкіндік алады. Ал қалыпты жағдайда камера іске қосылған болса, телефонның экраны жанады. Смартфон иесі сол сәтте суретке түсіру режимі қосылғаннан хабардар болады. Алайда Симон Сидор Google фонды басқаруды барынша меңгерген. Ол экран телефонында 1 пиксель қосылы болған жағдайда да суретке түсіре алады. Бұл туралы смартфон иесі білмеуі де мүмкін. Ол үшін экранға микроскоп арқылы қарау керек. Өйткені Nexus 5 смартфонында басқа да құрылғылар секілді қосылып қалған пиксельді көре алмайсыз. Осы жағдайда қаскүнемдер өз пайдаларына жаратып кетті. Құрастырушы аталған проблема туралы Google кеңсесін ақпараттандырды. Енді іздеу жүйесі мәселені тез арада шешуге атсалысады деген үміттеміз. Бөлме ішінде жөндеу жұмыстарын жүргізіп, үй құрылысымен айналысу туралы шешім қабылдасаңыз, бұрынғыдай нысанды қолмен өлшеудің қажеті жоқ. Адамның уақытын үнемдеу мақсатында осы істі енді Lazy Eye деп аталатын жаңа құрылғыға сеніп тапсыруға болады. Аталған жоба жақында ғана Kickstarter краудфандинг алаңына орналастырылды. Құрылғы смартфонға арналған бөлшек болып табылады. Ол өз алдына жазық суреттерді үш өлшемге аударады. Бұл жаңашылдық әсіресе көлемді нысандардың өлшемін анықтауда таптырмас көмекші. Жоба Google-дың Tango құрылғысына орнатылған қосымшаға ұқсас болып келеді. Бірақ соңғы жағдайда қымбат телефон алудың қажеті жоқ. Бар болғаны қолдағы смартфонға құрылғыны бекітіп, кез келген нысанның өлшемін анықтауға кірісе берсеңіз болады. Хабарымыздың соңында әдеттегідей ғаламтордан алынған қызықты бейнебаян айдары. Әзірге осы, сондай-ақ әрбір шығарылым 24kz сайтына орналастырылатынын естеріңізге саламыз. Planet бағдарламасын әлеуметтік желіде бірге тамашалап, онлайнда әрқашан бір болайық.